Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Достар, бұл тойға арналған той малының туралған еті. Қазір сіздерге шұжық жасап көрсететін боламын. Абысындарменен жиналып, шұжыққа арналған етті осылай турап алдық. Одан кейін бұрышын, тұзын дәміне қарай саламыз. Және жақсылап араластыру керек. Бұл жерде біз шұжығымыз құрғақ болмау үшін сарыағаш суын құямыз. Яғни кез келген газдалған су құямыз. Достар, сіздерге тағы бір айтатын кеңесім, шұжықты қазанға салар кезде әр жерінен пісіп салған дұрыс, сонда шұжығыңыз жарылмайды. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.